Баршаңызға сәлем. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге орысша айтқанда перекись водорода, қазақшасы сутегі асқын тотығы жайында сіз білмейтін құпиямен бөлісетін боламын. Егер де осы тақырып қызықтырса, видеоны соңына дейін көріңіз. Перекись водорода, қазақшасы сутегі асқын тотығы, тамаша емдік қасиеті бар зат. Дұрыс қолдана білген жағдайда ол көптеген ауруларға ем, қиын кеселдерге де шипа. Барлығымыз білетін перекиспен кішкентай кезімізде құлап тіземізді жаралағанда, аналарымыз жарамызды осы перекиспен жуып шаятын еді. Ал енді ойланып қараңызшы, неге басқа емес дәл осы перекисті қолданады екен? Өйткені перекис микробтарды өлтіреді және қабынуға қарсы әсер етеді. Сол сияқты перекисті ішке қабылдаған кезде де ішкі микробтарды, вирустарды өлтіріп, қабынуға қарсы әсерін беріп, рак клеткаларын жойып, бүкіл ағзаның сауығуына көмегі тиеді екен. Перекис адам ағзасындағы қышқылдық ортаны сілтілі ортаға айналдырады. Қышқылдық ортада бактериялар, вирустар, рак клеткалары барлығы жиналады. Ал сілтілік ортада олардың барлығы жойылады. Яғни перекис адам ағзасындағы зиянды бактерияларды, вирустарды жоюға әсерін тигізеді. Ал енді оны қалай ішу керек, сол сұраққа тоқталайық. 3% сутегі асқын тотығын, яғни перекисті ең бірінші күні бір стақан суға 3 тамшы қосып, аш қарынға ішеді. Содан кейін күніне 1 тамшыдан қосып отырады. Мысалы, бірінші күні 3 тамшы, екінші күні 4 тамшы, үшінші күні 5 тамшы. Осылай 10 тамшыға дейін жеткізеді. Бір стақан суға 10 тамшы перекис қосып, аш қарынға 10 күн ішу керек. Содан соң 10 күн үзіліс жасау керек. Біраз уақыттан соң қайталап ішуге болады. Құрметті достар, сіздер міне перекистің ғажайып әсері жайында білдіңіздер. Егер де осы видео сізге ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетуіңізді сұраймын. Алда әртүрлі пайдалы кеңестермен, ақпараттармен бөлісетін боламын.